Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен картошка по-деревенски жасаймыз. Ең бірінші бізге картошкамызды жуып, тазалап, осындай бөліктерге бөлу керек. Содан кейін соусымызды дайындаймыз. Соусқа өзіңізге қалаған специя қоссаңыздар болады. Самое главное, май қосу керек. Май және мен тұз қостым, бұрыш қостым, паприка қостым. Өзіңізге қандай специя ұнайды, соны қоса берсеңіз болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз, толықтай тұзымыз ерігенше. Одан кейін алдын ала кесіп қойған картошкамызға осылай соусты құямыз. Жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Достар, подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет. Картошкаңызды противенге салардан бұрын міндетті түрде духовкаңызды қосып қойыңыз 200 градусқа. 1 сағат көлемінде піседі. Осылай арасын жабыстырмай, алшақтатып, картошкаңызды противенге қойып шығыңыз. Міне, картошка по-деревенскіміз пісті, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.